Ассалаумағалейкум, родной. Дәл осы видеоны до конца көріп кетші, родной, жарай ма? Потому что бұл видеода мен жақында болатын мен Дики Даниярдың арасындағы бойда кімнің мықты тұстары бар екендігі туралы айтам. Егер осы видеода айтылған сөздерде сенің келісетін немесе келіспейтін тұстарың болса, міндетті түрде осы видеоның астында комментарийге жаз, жарай ма? Мен оларды обязательно оқитын болам. Кеттік. Енді достар, маған көбісі жазатта, алпамыз, ол Дики деген салма көп, ол сен бірақ лақтыратта жерге үстіңе жатып алса сен тұрамай қаласың деген сияқты темаларды айтады. Достар, давайте көп созбай сразу айтайыншы, бой стойкада болады. Ешқандай аяқ тебіс жоқ, ешқандай ешкімді жерге құлатып, үстіне жатып алу деген тема жоқ. Чисто на руках кім-кімді ұрып тастайды деген тема ғой. Ана мапоқпен төбелесіп еді ғой, сол кезде ешқандай күрес болған жоқ қой, ешкім тепкен жоқ. Тура сондай болады. Егер вдруг мен или Дики Данияр күресейін деп атса, сразу ажыратып жіберетін болады. Даже, допустим, біреулер айтады да мағанше, мақұл Дики Данияр күреспесе де, ол сені бірақ ұрса, сені сразу құлатады ғой дейді. Достар, базар жоқ, мойындайым, ол кәдімгі физиологиялық тұрғыда да дәлелденген нәрсе. Егер сенің весің көп болса, сен сол ударыңды веспен ұратын болсаң, әрине сенің салмағың, сенің ударыңның ауыр болатындығын дәлелдейді. Ол расталған нәрсе. Ауыр болады да ударың, тиген жерді опыр жіберу мүмкін. Жарайды, онымен келсем. Бірақ бұдан басқа Дики Даниярдың ударының ауырлығынан басқа плюсты көріп тұрған жоқпын. Мен жеке өзім. Сіздер қалай ойлайсыздар білмеймін енді. Енді бұл жерде тағы да таласатын нәрсе бар да елдердің менімен. Олар айтады маған, сен қарасай мапоқты қалай ұрып тастаған, қарасай Дики Даниярдың дейді да. Вот это да! Еще одно попадание! В опасности мапох! Сколько безответных! Енді базар жоқ, жарайды, бар. Екінші раундтың соңғы жағында ма, жаңағы Дики Данияр келді да, мапоқты аямай 5-6 удармен аямай ұрып тастады. Бірақ бұл жерде біз Дики Даниярдың олай масқара удар бергендігінде емес мәселе. Мәселе мапоқтың шаршап қалғандығында болып тұр ғой. Ол жерде даже қорғана да алмай тұр. Өйткені қолдары деген уже шаршап, не только удар беру, өзін даже қорғауға күші қалмағанда, өйткені мапоқтың весі Дики Даниярдан да көп та. Мапох пен Дики Даниярдың арасында болған бойда тек қана вес решать етті, достар. Базар жоқ, сендер айтасыңдар, ой, айыр жіберді ғой, мапоқты айырды ғой депші. Бірақ, достар, просто мапох Дикиге қарағанда қаттырақ шаршап қалды. Әйтсе, бойда қарасаңыздар, мапоқтың да Дики Даниярдың да алыстан бір-біріне қарап әрең демалып тұрған тұстары болды ғой. Немножко дыхалки, да, скажем так? Да, атлетизма не хватает, это точно. 34 года. Хороший. Дұрыс па? Дики деген алдыға басы масқара ұрып тастаған жоқ қой мапоқты. Болды 5-6 удар берген жер. Бірақ прямо 3 раунд бойы айырды деген тұстары болған жоқ қой, дұрыс па? Дикидің де қашқан тұстары болды мапоқтан. Қашып жүріп, қорыққан тұстары болды. Мапох имеет, конечно же, преимущество. Выступал он по правилам рук в один чемпионшип. Енді маған қатысты айтатын болсақ, базар жоқ. Дики Данияр маған қарағанда весі көп және удары қатты. Бірақ Дики Данияр мен мапоқтың арасындағы бойда вес решать еткен болса, кімнің жеңетіндігін, өйткені кім бірінші ырсылдап қалады, ал кім ұзаққа шыдайды деген мен ғана жеңді мапоқты ше, потому что Дики Данияр ұзағырақ шыдады. Дихалкасы ұзаққа дейін жетті да. Ал мен Дики Даниярдың арасында кім ұтады деген нәрсе чисто жылдамдыққа ғана қатысты болады. Өйткені кім жылдам тезірек ұрып тастайды және кім жылдам удардан қашады.
Енді өзіме қатысты айтатын нәрсем, бұл биологиялық тұрғыдан да дәлелденген нәрсе. Весі аз адам, весі көп адамға қарағанда по-любому шапшаң болады. Енді өзімді масқара скорысы көп адам деп айтпаймын, бірақ по-любому Дикий Даниярға қарағанда мен жылдамырақпын ғой, дұрыс па? Яғни мен көбірек удар бере аламын, тезірек қаша аламын, тезірек қашып жүріп оралам. Дикий Данияр бір удар берген тұста мен 2 удар болып қайтара аламын. Дұрыс қой? Давайте енді плюстар мен минустарға оралайықшы. Дикий Даниярдың ең үлкен плюсы оның ударының ауырлығында. Ауыр удар ше, базар жоқ. Бірақ енді тым қатты ауыр демей-ақ қояйық, мына жерде масқара космический қылып ше оның ударын. Бірақ оның минусы жылдамдығының аздығында. Ударыңның қатты болғанын қайтейін, егер сенің сопернигің ұрайын деп тұрған тұсында сенен қашып үлгерсе, дұрыс па? Базар жоқ, ударды ауыр, скорысы да мықты болса, онда айтуға болады, мә, жеңамаймау деп ше. Маған қатысты нәрсе, мойындайым, Дикийдікінде қатты емес ударым. Бірақ менің де ударым бар ғой, қатты емес Дикийдікінде. Өйткені менің ондай весім жоқ, салмақпен ұрып талдыратындай. Бірақ менің жылдамдығым бар ғой, дұрыс па? Дикий Данияр маған бір ұрған тұста, мен оған 2 удар қып қайтара алам. Допустим, бойда мені бір удармен ұрды дейік. Ал егер оның мен бетіне 2 удар қып қайтарсам ше, әрең ырсылдап тұрған тыныс алу мүшесіне мен 2 удар қылып тигізсем, оның жылдамдығы да, оның тыныс алуы да бұзылады ғой, дұрыс па? Келсесіздер ма, келіспейсіздер ме? Жалпы кім жеңеді, кім жеңіледі? Вообще осы бойға қатысты ойларыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийге жазыңыздаршы, мен оқимын барлығын.